Сәлем, бүгін біз 8-ші сыныптың мольдік масса тақырыбына арналған білімді тестер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: мольдік масса физикалық шамасының молекулалық масса физикалық шамасынан қандай айырмашылығы бар? Бұл сұрақтың жауабы сіздерге кітапта берілген. Мольдік масса заттың 1 молінің массасы. Мөлшері бойынша ол салыстырмалы молекулалық массаға тең. Алайда салыстырмалы молекулалық масса мен мольдік масса түсініктері әртүрлі ұғымды білдіреді. Мысалы, судың салыстырмалы молекулалық массасы судың 1 молекуласының салмағы массаның атомдық бірлігінен 18 есе ауыр екенін білдіреді. Ал судың мольдік массасы 1 моль судың массасы. Екінші сұрақ: неліктен түрлі заттардың құрылымдық саны бірдей болса да массалар әртүрлі болады? Жауабы: заттардың құрылымдық саны бірдей болғанымен құрамдары әртүрлі болады, сондықтан массалары да әртүрлі болады. Төменде хлорсутектің азот, күкірт және фосфор қышқылдарының молекулаларының модельдері берілген. Олардың формулаларын жазып, мольдік массаларын есептеңдер. Берілген қосылыстардың молекулалық массасын табуымыз үшін бізге қосылыстағы әрбір элементтің салыстырмалы атомдық массалары қажет. Мысалы, хлорсутектің мрін табу үшін бізге сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1-ге, хлордікі 35,5-ге тең, екеуінің қосындысы 36,5-ге тең. HNO3-дің мріне келетін болсақ, бізде сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1-ге, азоттікі 14-ге, ал оттектікі 16-ға, бірақ оттек бұл жерде 3, яғни бізде 3 индексі қойылған, сондықтан оны 3-ге көбейтеміз, нәтижесінде 63 шығады. Ал H2SO4-те 98-ге, H3PO4-ге 98-ге тең. Төртінші сұрақ: молекула молі және атом моль ұғымдарының айырмашылығы бар ма? Аммиак молекуласының мысалында түсіндір. Атомдық масса мен молекулалық массаның негізгі айырмашылығы: атомдық масса бір атомның массасы, ал молекулалық масса молекуладағы атомдардың қосындысы. Мысал ретінде аммиакты алатын болсақ, аммиак 4 атомнан тұрады. Оның бір атомы азотқа, 3 атомы сутекке тиесілі. Сутектің атомдық массасы 1-ге, азоттың атомдық массасы 14-ге тең. Ал бізге молекулалық массаны табу үшін молекуладағы атомдардың қосындысы қажет. Яғни бізде сутек атомы атомдық массасы 1-ге тең болғандықтан, бірақ қосылыста оның 3 атомы болғандықтан 3-ге көбейтеміз. Және де оны азоттың 1 атомдық массасы, яғни 14-ге қосамыз, нәтижесінде 17 шығады. Бірінші есеп: таразыдағы судың массасы бойынша оның зат мөлшерін және молекула санын анықтаңдар. Бізде таразыда судың массасы 180 граммға тең деп тұр. Яғни сутектің зат мөлшерін табу үшін біз масса бөлінген молярлы масса формуласын қолданатын боламыз. Яғни 180 граммды бөлеміз 18 грамм молге, нәтижесінде 10 моль шығады. Ал молекула санын табуымыз үшін зат мөлшерін Na, яғни Авогадро тұрақтысына көбейтеміз. 10 моль көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі тең болады 60,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне. Екінші есеп: таразының сол жақ табақшасында 18,6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі мыс атомы бар. Таразыны теңестіру үшін екінші табақшасына қанша грамм күкірт салу қажет? Бізге мыстың молекула саны берілген. Осы молекула саны арқылы біз мыстың зат мөлшерін таба аламыз. Зат мөлшерін табу үшін N-ді Na-ға бөлеміз, нәтижесінде бізде 3 моль шығады. Осы моль арқылы енді біз мыстың массасын таба аламыз. Массаны табу үшін зат мөлшерін молярлы массаға көбейтеміз, нәтижесінде 192 грамм шығады. Енді суретке мән беретін болсақ, таразының екі жағы тең орналасқан, яғни бірі артық, бірі кем емес. Сондықтан күкірттің массасы бізде шықты. Ол мыстың массасына тең, яғни 192 грамм. Үшінші есеп: массалар 10 грамм сутек және 64 грамм оттек берілген. Олардың әрекеттесуінен кейін қай зат және оның қандай мөлшері артылып қалады? Жауабы: 1 моль сутек артылып қалады. Төртінші тапсырма: кестені толтыру. Бізге кесте берілген, және де кестеде 5 қосылыс бар. Олар H2, NH3, алюминий 2SO4, CO2 және де O2. Олардың кейбірінің зат мөлшерін, массасын және де молекула санын анықтау керек. Ол үшін бізге 3 формула қажет. Зат мөлшерінің формуласы масса бөлінген молярлы масса, массаның формуласы зат мөлшері көбейтілген молярлы масса, және де молекула санының формуласы зат мөлшері көбейтілген Авогадро тұрақтысы. Бірінші H2-ның массасын табуымыз үшін
ньюді малярлы көбейтеміз, яғни 2 көбейту 2 4 грамм шығады. Ал молекула санын табуымыз үшін 2 мольді көбейтеміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі, нәтижесінде 12,4 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады. Дәл солай басқа қосылыстарды есептеп шығамыз. Барлығы түсінікті жазылған, сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіңіздер.